Ғұлама шәкәрім, дін тазасын діннен ізде, дін шатағын сынға сал десе, Хәкім Абай адасқанның алды жөн арты соқпақ деп бүгін ұрпаққа үлкен ой тастаған. Ұлы дала ойшылдарының нені меңзегенін түсінген боларсыз. Ассалаумағалейкум. Тағдыр жолы тақтайдай түзу емес, жылтырағанның бәрі де алтын емес. Олар соқыр уәдеге алданып, жақыны мен отбасын жоғалтты. Шам елінен бақыт табамыз деп адасып, сергелденге түсті. Ақыры құрдымға кетті. Адамдар неліктен сектаға бой ұрады. Деструктивті діни ағымдардың белгілері қандай? Олардан сақтанудың әділ жолын кім көрсетеді? Анығын айтайық. Статистикалық мәліметтерге қысқаша тоқталатын болсақ, жылдың бастан бастап 90-нан астам осындай фактілер тіркелген болатын. Атап айтатын болсақ, интернет желісінде діни алауыздық немесе терроризмді насихаттау фактілері тіркелген болатын. Ол фактілер 20-дан астам фактісі қазіргі таңда сотқа жолданды. Сонымен қатар осы қоғамдық даму министрліктері және жергілікті атқарушы органдары және үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп осындай адамдарға, тұлғаларға қатысты біршама профилактикалық іс-шаралар жүргізуде. Осы профилактикалық іс-шаралар жүргізу аясында еліміздің бірқатар азаматтарын, қатардағы азаматтарды өзіміздің дәстүрлі діни жолымызға салып түзу аяқтарын орнаттық. Жаһандану, ашықтық, шашықтық. Бұл ұрымтал тұс мысық тілеулердің оң жамбасына келіп тұр. Асыл дініміздің атын жамылып, арам пиғылдарын жүзеге асырып жүр. Есігі кім көрінгенге ашық ғаламтор радикалды ағымдардың басты қаруына айналған. Алдыңғы шептегі нысанасы албырт жастар. Өздеріне деген бір жылы сезім, жылы сөз, біреулердің оны жақсы көруі, бауырына басуы дегенге өте мұқтаж бір сондай бір адамдар болады. Осы қажет. Сол себептен кез келген бұндай бір жат ағымдар, радикалды ағымдардың адамдары сондай кісілерді сезіп, өзіне жақын тартып, жанашырлық көрсетіп бастаса, сол сезімнің жетегінен олар кез келген бағытқа еріп кете береді. Ол адамдарды оңайшылықпен бері қайтара алмайсың, негізінде. Оңайшылықпен бері қайтара алмайсың. Қайтарған күнде де бұл мәжбүрлік тұрғыда, немесе ол кісілерге жаңағындай бір қалай айтуға болады? Жақындарынан ба, мысалы, отбасымен, балалармен сондай кетіп қалған адамдарда оның өзін қайтарған күннің өзінде ол балаларында жаңағындай қалып қояды бұндай нәрсе. Егер балаңыздан немесе жақыныңыздан мынадай өзгерістерді байқасаңыз, онда тез арада дабыл белгісі деп түсіну қажет. Ата-анаға деген өшпенділіктің пайда болуы, оқудан, жұмыстан, дәрігердің қаралуынан бас тартуы, журнал, телеарна, газеттерді оқып көруден, музыка тыңдаудан жиркену, тұйықтану, достарымен араласпау, өз жамағатымен шектелу, той-томалаққа, зират басына, қасиетті жерлерге барудан бас тартуы. Киіну әдебі өзгереді, қысқа балақ қойып, сақал өсіреді. Әйелдер қара көйлек киіп, беті басын тұмшалайды. Қалта телефонында, көлігінде хадис, уағыздар көп тыңдайды. Қазіргі ата-ана баласы намазға жығыла бастаса, кәдімгідей қобалжитын жағдайға жеткен. Айналасынан көргенін айнытпай көшіретін жас сана үшін отбасында саналы саясат керек. Бала дінді өзгеден емес, ошақ басынан үйренсін дер едім, бірақ тағы бір күмән туады. Перзентіне жөнсілтер, ересектер діни сауатты ма? Алдымен осыған мән берейікші. Әйтпесе күн ертең балаңыздың былай қойғанда өзіңіз бастап жат ағымның сойылын соғып жүрмеңіз. Құрметті азаматтар, діни сауатыңызды ашқыңыз келсе, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына, мешіттердегі имамдарға жүгініңіз. Егер де сізге жоспарлы террорлық акт қаупі болған жағдайда, радикалды көзқарастағы тұлғалар тарапынан иландыру, қатарларына тарту қадамдары орын алса, өзге де адамдарға аталған әрекеттер жасалып жатса, терроризм мен діни экстремизмді насихаттайтын әдебиет пен ақпарат таратқаны туралы хабардар болсаңыз, онда шұғыл түрде 112 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сіздің қоңырауыңыз қатердің алдын алу үшін маңызды. Кезінде Сирияға әмірі жүріп билік еткен бейбарыс бабамыз туған еліндегі жусанның иісін аңсап өткен деседі. Ал бүгін сол жусаннан жалған жихадты артық көргендерді отанына қайтарып әлекпіз. Бәлкім, олар да от пен оқтың ортасында жүріп, туған жерінің топырағын сағынған болар. Кім білсін? Әр шаңыраққа амандық.